расында да сен бұны таппапсың, бұл сен тапты. Мен қазір уже сабырлы болып келе жатырмын. Тимур мені тапты. Тақсам, бәсе дейді ғой. Қой. Қараңғыда бір өзім ұйықтаған жек көремін. Сегде біреумен жатқан жақсы көресің. Тауық зорлаған. Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Сәлем достар, бүгін менде қонақта Опмай тобы десең. Бахай тобы. Ең алғашқы қазақтың рэперлері, между прочим. Бек, әрине, осы Бахай тобының басында тұрған өзіңсің, ұйымдастырушысы өзіңсің. Бахай тобы сонау 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдардың басында бір қазақ өнеріне жаңа леп болып келдіңдер. Мен үшін Бек Бахай тобы қазақтың ең бірінші рэпері деп айтар едім. Ең бірінші шыққан кезде, мынау немене, кімге еліктейді деген көп бір келіспеушілік әңгімелер болды. Бірақ соған қарамастан, сендер жақсы жүрдіңдер. Енді біз бірінші алғашқы рэпер деп айтқаныңызға рахмет. Бізге дейін де көп болды ғой. Аға буындарымыз кім болды аға буын сен? Рэп айтып шықты. Анда-санда деген топ болған. Содан кейін біз білмейтін әр қалада өзінің бір рэп орындаушылары болды. Республикалық телевидениеде, жалпы қазақ үлкен сахнасында, жалпы экранға алып келген қалатпенен мына жеріңде мынандай бір үлкен бір мынандай сахналар таққан беріп шыққан кезде, мынау негр ма деп ойлап қойғансың сол жерде. Рахмет. Енді көбісі түсіне алмады ғой сол уақытта. Көбісі немене мынау не болып кетті қазіргі деп. Бірақ енді біз кезінде шынайы нәрсені айттық та. Жаңа шынайы болған нәрселерді халыққа бердік. Бірақ енді өте қайғылы әндеріміз көп болды. Қазіргіге қарағанда. Содан енді түбегейлі қанша жыл болды сахнада жүргенімізге. Соны келіп енді осы кішкене халыққа көңілді әннің керек екенін түсіндік. Енді мына бәрін қайғыра бергелі болмайды екен. Жоқ, сендер бар ғой, жақсы бастадыңдар да, сосын кішкене назардан тыс кетіп, мына опмай мен жарқ ете қалдыңдар. Бұл кімнің идеясы болды? Неге бұл Азия тобымен болды? Неге Азия тобымен деген сұрақ бәрінде туындайды. Неге жеке айтпадыңдар? Бұл сұрақты Азия тобына да айтады өзінің тыңдармандары, өздерінің жанкүйерлері. Бұл ой Нұрсұлтан екеумізден шықты. Екеуміз күнде әзілдесіп, Нұрсұлтан айтады да, кет болсын жазайық дейді. Әзіл ән болсын бір. Студияға кіріп кеттік тағын екеуміз таңға дейін ананы бір айтып, мынаны бір айтып, күліп, бір дүние шықты. Сонда бұл Опмайдың әннің авторы Бек пенен Нұрсұлтан ба? Иә. Екеуміз. Аранжировкасы да, әні де, жалпы сөз құрамасы да деп айтайыншы. Менің ойымда, мына осы Опмай әні шыққан кезде мен Азия тобын бұрыннан білемін ғой. Иә. Бұл стиль Бахай тобына жақын болды да. Иә. Сондықтан да мен ойладым, бұл Бектің ойы шығар, осы бәле келіп бүлдіріп атыр, тағы бір деген деп ойладым. Соны бірге бүлдірдіңдер. Әрі қарай. Бірге бүлдірдік. Енді Нұрсұлтанды білесің ғой ана кезде ол да қышыма адам ғой өзі. Мені жаңа бір қалай дейді, бүйтіп жүрген жерде оятты да ол. Тамырымды жақсы баса білді да. Содан кейін шыққан дүние болды деп оқиды. Яғни Нұрсұлтан жалындап тұрған жас
ол өнебейі бір ізденісті жақсы көретін. Негізі өте мықты музыкант. Мен Нұрсұлтанды қатты сыйлаймын, жақсы көремін. Оның әндерін өзім де орындаймын. Бірақ Бекті оятқан Нұрсұлтан болып тұр ғой сонда. Солай болып тұр ғой десең. Ал бағыты, мәнері Бек болып тұр. Иә. Енді өзімнің характерімді сол жерде көрсету керек болды да, әнде. Сондай характер сұрап тұр әннің өзі, жалпы структурасы. Класстастарды кім ойлап тапты? Класстастар дегеннен гөрі қазақшалап айтайық дедік та біз. Сыныптастар деген ол заманда болмады ғой. Сыныптастар деген сөз кейіннен болмайды, қызық болмай қалады. Иә, бір жағынан қызық болмай қалады, бір жағынан таза қазақи қылып айтайық. Класстастар деп. Керемет. Осы мен мына Тимурды осы ән арқылы таныдым. Иә. Бәріңді білемін бұрыннан. Тимур маған бір жаңа үн, жаңа әнші болып келді. Көбінесе мына біз жаңалыққа, жас әншіге сынмен қараймыз ғой. Осы Тимурдың маған үні ұнады. Тембр дейді ғой. Тимур, сен өзің қайда оқыдың? Мен Қарақалпақстан Республикасының Өксік қаласында дүниеге келгем. Сонда музыкальный колледжді тамамдадым. Вокалдан? Вокал, эстрада вокал бөлімін. Сосын Алматыға 2007 жыл көшіп келдім. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына 2009 жыл Есмұхан Обаевтың шеберханасына музыдрама бөліміне оқуға түстім. Қазіргі таңда Алматы қаласында Алатау дәстүрлі өнер театрында жұмыс жасап жатырмын, актер болып. Және де жаңағыдай дубляж саласында көптеген мультфильмдерге. Екеумізді жолықтырған дубляж саласы жалпы. Сен Тимурды тауып алдың. Тимур мені тапты. Енді сен Бақай тобына жақсы музыкант, білімді әнші керек болғандықтан енді сен Тимурдың тобына барған жоқсың, Тимур сенің тобыңа келіп тұр ғой. Сен жалпы былай болды, біз екеумізді табыстырған осы дубляж саласы, бұл мен анау Қазмедиа Мамайл компаниясында дубляж саласында жұмыс жасадым. Сол уақытта бұл актер болып келді. Содан кейін біраз уақыт мені кәдімгі жұмыскер ретінде қарап жүрді ғой. Бірақ сонда да бір жерден көрген сияқты осы айта келеді деп. Қызық айтып кетейін, 2013 жыл сол дубляж саласына келдім. Мультфильм жазуға. Сөйтсем бұл кісі ол жерде мультфильмдерді өңдейтін музыкант болып отыр. Сол жерде мен жаңағы мультиктерге дубляж жасаймын. Сонда бұл кісіні 3 ай бірге жұмыс жасап жүріп, бірге енді 3 ай бойы танымай жүргенмін ғой. Бақайды бұрыннан білесің? Білем, Бақаймен бірақ Бақайдың авторы осы кісі екенін білмейсің? Жоқ, бұл әнші сол кісі екенін білмей тұрмын ғой. Бұл өмірде очки тақпайды. Неде студияда отырған кезде. Очкиін кигенде таныдың ба? Сөйтіп, мен айттым, 3 ай бойы танымай жүрдім да, түріңіз біреуге ұқсайды, айтпайды өзі де. Сөйтіп, бастыққа бардым да, осындайсын, аға, мынау қасымда Бек ағаның түрі таныс. Кім осы кісі дедім да? Бақайда Бек Шарып қой дейді. Ой деп жүгіріп келіп, очкиіңізді тағыңызшы, көзілдірігіңізді. Очкиіңізді тағыңызшы деп қоймайды да. Сен не жайма деймін да? Жүр тағыңызшы дейді. Тақсам, бәсе дейді ғой. 3 ай бойы бірге істеп жүрміз да, сонымен қазір енді 7 жыл болды бірге жұмыс жасап жүргенімізге дубляж саласында. Сөйтіп жаңағы мен айтып жақсы актер, между прочим, дубляжда. Осындай мені шығарсаңызшы, сіздің студияңыз бар, мен енді бала кезден ән айтып өскен баламын, сіз мені жеке шығарыңызшы деп қоймайтын. Болды, шығарам деп жүріп бірген соң мен жаңа 2015 жыл жаз айында маған звондады, қайдасың деп. Үйден шық далаға деп. Бардым, шықтым далаға. Сөйтіп кел машинасымен. Сені жеке шығармайтын болдым дейді. Неге деп мен көңілім түсіп кетті. Сен менімен дуэт боласың деп. Бақай тобына кіресің деп. Мен ана жерде қуған ақын. Шалқымысың да? Бақыттан. Екі рет сәлде қалай сонда Ержан ағамыз не болды? Ержан ағаңмен осындай топ дедім. Ол кісі кететін болды. Өзі кетіп қалды. Екеуің жаңа топты бастаған кездегі алғашқы әндерің қандай болды? Біздің алғашқы әндеріміздің бірі біз неден бастадық? Аңсаған арманды қайтып жаңарттық. Жалпы өмір ай.
өмірай деген бейнебаян түсіріп бейнебаян. өмірай деген әнге бірақ бейнебаян опмай сияқты ол ондыққа түспеді, иә? жоқ, енді бір жағынан бейнебаянымыздың несі кішкене сапа жағынан кішкене не болды да, екінші жағынан жаңа раскруткаға кішкене қиналып қалдық сол моменттерде. Жоқ, қарап отырсаңыз, мысалы сіздердің мына опмай әндеріңіз клип шықпай жатып кетіп қалды. Клип шықпай жатып халықтың құлағында, әрбір баланың аузында жүрді расында, иә? Бұл расында әзілден бір хит болды ғой енді. Мысалы бір жарым ай болған жоқ бейнебаянның шыққанына 11 миллион көрермен. 13 миллионға кетті. 14 миллионға кетті. 14 миллионға бұл рекорд, иә? Енді Бек, сен талай жұмыс істеп жүрген, өнерде талай шығармашылықта жүрген жігітсің, музыкантсың. Осы бейнебаян бүгінгі күні сенің ең үлкен жетістігің деп ойлайсың ба? Жалпы осы кезеңге алатын болсақ, бір Құдайдың бір берген бір осы бір бағы болып тұр да ол. Назары, ол мен айта алмаймын. Мен жасадым, мен ойбай, біз жасадық, біздің осындай әнімізден біз осылай айлап кеттік деп ше. Оның бәрі алдымен Алланың арқасы, екінші мына көрерменнің арқасы. Сосын ұжымдық жұмыс бірігіп әйтеуір бірліктің арқасы. Осы бейнебаянда мен Мұқасанды көрдім. Ол тек сендерге шығып кетті деді, болды. Ол не қылып жүрді? Шығып кетті деген жақсы айтады десең. Енді Мұқаш ағамыз енді өнердегі етене араласатын бір бауыр болып кеткен адамымыз ғой енді, сондықтан өз арамызда ең үлкен сол кісі. Содан кейін ұсынысты. Сосын сіздерге жанашыр болып жүрді. Иә, жанашырымыз да, ағамыз да, жағамыз да сол кісі болған екен. Азияның балалары да аға арамызда енді біз айтсақ болмайды мына сөзді. Сіз айтыңызшы деп жаңағы өтініп. Сізге жарасады деді. Ол да қояй деп жүрді біраз уақыт. Да, келсін кірмей ма? Иә. Гонорар сұраған жоқ па, шығып кетті айтып. Жоқ, сұрамады. Бірақ жақсы келіскен, маған ұнады. Клипте де мен өзім Мұқашты жақсы көремін, сыйлаймын, иә. Оның бүйтіп келіп бүйтіп қарап, ол да өзі бір сері жігіт қой. Шығып кетсін деген кезде мен жақсы жарасты. Ал оның былай биі, мына биді қалай билеттіңдер оған? Көнді ме әйтеуір? Жоқ, көнді. Мен қызығы билеп болғаннан кейін өзін көрді ау деймін ар жақтан. Балалар, сендер өздерің түсе беріңдер тағы да билеп дейді. Менікі жараспай тұр ане жерде деп. Келіспей, біраз уақыт келіспей жүрді ғой, монтаж жасалынып жатқан кезде. Толық жаңағы бейнебаян біткеннен кейін Мұқасан ағамызды қосып қойдық. Содан кейін Нұрсұлтан Ринат екеуі көндірді ғой әйтеуір. Бүйтіп. Түскісі келмеді. Тұру керек осы. Сіздің биіңіз тұру керек. Сол бейнебаяндағы сол фишкасы сол Мұқасанның билегені болды. Сендер көрінбей қалдыңдар. Мұқасанның биі жақсы кетті негізінде. Сол бейнебаян барысында тағы да қандай қызықты оқиғалар болды? Ерболды Лантьеванға киіндірген кезде. Ол келісті ме? Ол басында келісті. Нұрсұлтан айтқан ол. Жоқ, жарайды деді ол. Жарайды деді. Содан кейін шашың бояймыз деп еді. Қояй деді ғой сразу. Әйтеуір Нұрсұлтан тамырын жақсы баса біледі ғой адамдардың жақсы жерлерін. Әйтеуір үйтіп көндірді. Бояп атқанның өзінде де жылап тұрды ол біраз уақыт. Ай бекер келістім осы деген сияқты. Шашын бояп па? Ол да есте қалды. Ана топтың нелері, фанаттары келіп кислота шашып кетпей ма маған деп қорқып жүр ғой кәдімгі. Бірақ ол топтың жігіттеріне ол ұнады ғой. Ұнады, иә. Енді жалпы көңілінен шығыпты. Не айтамыз, рахмет бағалағанына. Ол әнді айтып жүр, даже Лантьеванның жігіттері. Ол балдардың енді. Репертуарына қосып алыпты ма? Бек, негізі сен былай тілің өткір, сөзің тілің ашы, өткірлігі бар, иә. Жігітсің? Көп сөйлей бермеу керек екен. Жоқ, өте керемет. Бұл жігіттің серісіне жарасады. Былай қарап отырсам, бір өміріңде қиындық көрмеген бала сияқтысың, жүзің жарқын. Қатыным жайлы ғой десең.
Бақай тобының бүгінгі пысмыла деп басқан кезіндегі жарқ етіп жанған Бақай менен осыдан бір 5-6 жыл бұрынғы Бақай менен бүгінгі күнгі Бақайдың арасында айырмашылықтар бар, иә? Қазір қайтадан өзіңнің деңгейіңе қайтадан келдің. Бір оянғандай болып тұрмын ғой қазір. Бір расында да бір жаңағыдай киноға, музыкаға, композиция жазып, киноға, мультфильмге кетіп қалған кездерің болыпты, иә? Қиналған кез ба ол? Ол не себептен сен бір кішкене сахнадан тыс қалдың? Ол да бір өзіндік бір депрессия дей ма, қалай дейді, солай болды. Көңілі қалды ма? Сондай бір кішкене сондайлар болды десең. Енді Ержан бауырымызды қанша Алматыға шақырдым, ол жігіт келмеді. Бірақ енді соның иығына жығылып, мен де Шымкентке барып тұрдым ғой біраз уақыт, бір 5 жылдай тұрдым. Бірақ сол 5 жылдың ішінде бір 2 таспа жаздым, жалпы үйде, студияда. Мен студия болғанда сол бір компьютер, бір экран ғана болды. Жаңағы китайский колонкам бар әйтеуір. Аранжировкаға болады да ол. Ән шығарып, аранжировкаға болады. Сөйтіп қаншама әндер шықты, жақсы-жақсы. Ару қыздар деген әндер шығардық. Әйтеуір сонымен бірақ бір клипті бейне баяндар түсірдік, бірақ нәтиже болмай жатыр да бәрібір. Көңілің толмай жатыр. Иә, ол аса осы өнер ордасы Алматы болғаннан кейін күнделікті съемка бар, күнделікті әйтеуір бір интервью, радио, анау-мынау бәрі осында болғаннан кейін мен айттым, мен Алматыға барайық, болмайды мынау, жатыс. Алматыға өзім кетіп қалдым. Сөйтіп қайтып кел, ақыр келмеді. Сөйтіп бір күн қарасам, жаңағы К2 деген топ ашып алыпты, бір негрмен. Сонымен интернеттерде әйтеуір бір-екі әндер шығарып қойыпты. Мен мынау не істесем, әшейін жай бір-ақ қой дейді да. Сен мен үйтіп алдамасайшы қасымда жүрген. Біз енді бір топ емеспіз, қалай болды? Или ары қылайық, или бері қылайық. Содан кейін жаңағы көңілім қалды, қатты көңілім қалды. Жаңағы осы дубляж саласына да солай келдім мен негізі. Дубляж саласына әйтеуір. Сөйтіп өнерден алыстап кеттім ғой шіркін десе. Сол бір қиналған кезің болды, иә? Бір қатты сондай болды, ауыр удар болды маған. Сол қиындықтан қалай шықтың? Бек өзін өзі алып шықты ма, әлде біреулер, Бек неғып отырсың, жүрсейші деп тамырыңды басатын Нұрсұлтандар болды ма қасыңда? Жоқ, мынандай ғой, жаңа дубляж саласына қалай келдім, бірақ бәрін ұмыттым да, бірақ сол ана бір жұмысқа кірсем, сол жұмысты әйтеуір тиянақты соңына дейін бітіргім келеді. Сол жұмыспен отырдым мен. Тимур келді, сол Тимурдың шұқылауымен әйтеуір осыдан ұялып жасап жүрмше, шыны керек. Бек аға жазайық та, бір ән жазайық та. Деймін де сонымен қой бәтіп, осы ұялғанына әйтеуір бір-бірлер шұқылап, бір-бірлер жазып. Тимурдың көңілі үшін ән жаздың ба? Көңілі үшін болып тұрды енді, шыны керек. Ренжіме, иә? Жоқ, Аллах тағала саған осы Тимурды жіберген шығар. Мүмкін. Жаңа расында да сенің өзіңнің қасыңда жүрген досың, тобыңдағы өзіңнің әріптесің саған айтпай бір сол жаққа кетіп қалды. Сол кезде осындай бір талантты дауысы бар, оқыған топтың, осындай оқыған баланың топқа келуі, бұл да сенің өміріңнің жаңаруы, өнеріңнің жаңаруы деп қабылдаймыз. Және де расында да сен бұны таппапсың, бұл сен топты. Расында да сен солай жолықтырыпты. Иә, солай жолықтырыпты. Дубляжды себеп қылып. Ал енді Тимур, жақсы адамның алдына жақсы адам шығады дейді ғой, кезі кетті дейді ма, қалай дейді. жолы болар жігіттің жеңгесі шығар алдынан деп па? Тимур, сен дубляжда отырған Бек екен, Бақай екен білмеген кездегі Бектің көңіл күйіменен, сол кездегі оның мінезіменен, қазіргі мінекей қайтадан бір іс жасап, бір жақсы хит жасап, Бақай
қайтып келді деп қол соғып қарсы алып жатқан көрермендердің махаббатына бөленіп жүрген Бек бүгінгі күні екеуінде айырмашылық бар ма? Негізі Бек өте салмақты ғой. Жалпы мен ойлайтынмын, енді басында бала кезден енді Бақайды тыңдап өстік қой. Сонда ойлайтынмын, экраннан көрген кезде түрі суық, сондай жаңағыдай адам менсінбейтін, сөйлеспейтін деп ойлайтынмын. Сонда жаңағы дубляжға келген кезде көрген кезде не деген бұл ақ көңіл кісі жаңағыдай мысалы жазып отқан кезде де шаршаймын да кейде мен. Бұл жазбаймын десе де бұл тема ұйықтап алсайшы деп кәдімгідей не қылады да. Сонда мен ойлайтынмын, бұл кісі не деген салмақты айтты. Қалай шаршамайды? Мен шаршадым, бұл шаршамайды. Иә, бұл шаршамайды ол деп. Сонда ойлайтынмын, неге ұрыс жібермейді бұл кісі? Не деген салмақты. Сонда кейін білдім ғой бұл кісінің Бақайда жүрген. Айтатын, сіздің түріңіз негізі экраннан суық көрінеді. Ал өмірде мүлдем басқаша екенсіз ғой деп. Сонымен енді 2016 жыл ән шықты, енді әнді жазайық деп бейнебаян түсіріп, енді қазіргі таңда бұл кісіге енді көп хабарласып жатқан көрермендер звондап жатады. Сондай қайта оралуларыңызбен біз сіздерді сағындық. Бұл кісіде бірақ эмоция сол баяғы сол. Мен білемін, ол жаңағыдай мансапқа, жаңағы атаққа шомылып кетті дегендікте емес. Көңіл күйін айтам. Көңіл күйі қазір давление сияқты көтеріп түспейді десең. Бір қалыпты ғой, соны айтып отырған ғой, эмоциясы. Бір қалыпты, иә? Бір қалыпты, иә. Бек, Тимурға сұрадым ғой жаңа, жауабын алдым, өзгермейді екенсің. Өзің осы өмірде күтпеген жеңісің. Менің мына бағдарламам жеңіс шоу. Бұл жерде біз әрбір менің қонағымның өмірдегі үлкені бар ма, кішісі бар ма, күтпеген бе, сонда жеңістері туралы. Өйткені бізді көріп отқан көрермен, сенің інілерің, армандап сізге ұқсағысы келген балалардың ұмтылысын арттыру үшін, сенімін арттыру үшін. Мысалы, Бек, өзің күтпеген жеңісің. Мен бұл жеңіс туралы тіпті армандаған емеспін деген жеңісің болды ма? Енді мынандай ғой, әрбір адам, әрбір отбасы еншісін алып шыққанда үйді аңсайды. Сол бәрі де, мысалы, еңбектің арқасы да. Көбіне мынандай ләптап қарауға болмайды да. Бір тірлікті алдың ба, соны уәде бердің ба, жаса дейді ғой, жалпы. Сол мен өзім бір қасиетім, біреуден бір уәде не қылдым ба, соны істеуге тырысам, қанша не болса да, соны жасауға тырысам, енді ыңғайына қарап. Сол жеңістің бірі жаңағы осы еңбектің арқасында үйлі болдым, еңбектің арқасында әйтеуір бәрі болып жатыр. Үлкен жеңіс қазіргі таңда мынау Нұрсұлтан бауырымыздың екеуміздің жаңағы жасаған дүниеміз опмай өте қатты танымал әнге айналды. Бірақ сіздер тура осындай керемет бүкіл халықтың аузында жүреді деп ойламадыңдар, иә? Ойлаған жоқ. Біздің ниетіміз былай болды. Айына бір айда әйтеуір 1 миллион жинаса жарайды дедік те біз. Сөйтсек әрқайсымыздың ниетімізді алған екен де Алла. Бесеумізді 1 миллиондан аңсадық. 5 миллион болған ба сесі? Екесе арттырып берді да соны. Бір айда 11 миллион. Сонда осы опмай әні, бейнебаяны сіздердің күтпеген жеңістеріңіз деп айтуға болады. Жалпы да десең. Ал енді Бек, өмірде неден қорқасың? Өмірде менде мынандай қатты фобия деген нәрсе онша жоқ. Мен тек бір Алладан қорқам. Болды. Дұрыс. Мен бір әріптесімізден сұрағанда, неден қорқасың? Қараңғыдан қорқамын. Жоқ, бір өзім бір тамда жата беремін, қараңғыда жүре беремін. Жоқ, ондай нелерім жоқ. Биіктен қорықпайсың. Біреулер айтады, мен самолеттен қорқамын дейді. Ондайлар да бар. Мен қасында бір досым самолеттен қорқады. Нұрсұлтан қорқады?
Нұрсұлтан, біз Ерлан деген досым бар, ол да қорқады. Сен неден қорқасың? Тырысып қалады екен ғой отырған кезде. Мен ба? Мен сол жаңағы сіздің құрбыңыз айтқандай қараңғыдан қорқамын. Қой. Қараңғыда бір өзім ұйықтағанды жек көремін. Сен де біреумен жатқан жақсы көресің. Қараңғыда Сол үшін қорқамын ғой. Біреумен жату үшін десең. Мынауың бәле ғой десең отыр. Қазіргі жастарға не айтар едің? Қазір енді қарап отырсаң, кейбір кезде жаңа түңіліп кетесің да. Мысалы, кейінгі келе жатқан жасөспірімдер қатыгез болып бара жатқан сияқты да маған. Енді бәрін бірдей неғыла алмаймын. Бірақ енді жаңағы Инстаграм парақшасы, WhatsApp'тан келіп жатқан нәрселерді қарап отырсаң, бір аяушылық деген нәрсе жоқ болып бара жатқан сияқты да. Содан кейін еркектік қасиет деген нәрсе жоғалып бара жатқан сияқты. Мен айтар едім, мысалы, енді бәріміз мектепте оқыдық, бәріміз біреумен біреу ерегісіп, жаңағы шоқысып қалған кезде, мысалы, әркімнің өзінің бір достары бар, несі бар, жаппай барамыз да, раз-на-раз деген бар ғой бізде. Раз-на-раз. Ол екеуміз ғана төбелесеміз болды. Кім жеңеді, сол жеңіске жетеді. Сол аузын жабады. Жеңілген адам жеңілген адам аузын жабады. Аузын жабады. Жеңілген адам жаңағы әрмен қарай дос болып кететінбіз. Негізі да. Сол төбелескен кезде де жаңағы мысалы мен жеңіліп қалған күнде де мен айыбымды жуам да өзі. Жеңілген адам айыбын жуады. Кеткен. Сондай нәрселер жоғалып бара жатыр да, бәрі қазір жабылып, сондай бір адам өлтіргенге дейін барып кетіп жатыр да. Сондай нәрсе болмаса, мейірімділік орын алса деп айтамын. Енді әрине қазіргі жастарға оқу керек, көп білім алу керек. Ертеңгі осы болашақты ойлайтын бір қазақ шықса деп ниет етемін. Әрбір жастардың жүрегінде сондай бір жауапкершілік болса екен дейсің ғой. Мен ойлаймын, бұл сенің алдағы бір әндеріңе бір жақсы тема болып тұр ғой. Қатыгез болма деп па. Неге айтпасқа? Қазір сенің аузыңнан не шықса, соны тыңдайын деп тұр. Осының ізін суытпай, сендер осындай бір уағыз ән айтып жіберсеңдер тіпті керемет болар еді. Орны бар ғой енді, бірақ сен бұрын сондай әндер айтатын едің ғой? Сондай әндер айтатын едік, О бастан. Бірақ халық көріп отырсыз ба, ондай әнді дұрыс қабылдай алмай жатыр ғой жалпы. Қабылдатқызу керек. Айтып отырмын ғой, қазір Ринат Зайтов бауырымыз айтады ғой, сендердің ана Топан су деген әндерің қатты ұнайды маған. Сөздері не деген астарлы, не деген сондай. Соларды қайта енді көтере берулерің керек, насихаттай беру керек. Мүмкін тағы да ол кезде мүмкін қазір қайтадан жастарымыз көкірегі ояу, жастарда қосылып жатыр. Барлық жастарға бірдей топырақ шашуға болмайды. Арасында бар, намыстысы бар, білектісі бар, жүректісі бар дегендей. Ал енді ол жалпы жастар, ал мына өнерге қадам басып келе жатқан біздің жас жігіттерге не айтасыз? Өнерпаздарға. Айтатын уақыт келіп қалды ма десе. Айтуың керек. Енді қандай болу керек жалпы? Өкініштерімді айта берсең де отыр. Сәлем деген жақсы нәрсе ғой. Сәлем бергенде сәлем алу керек та. Жалпы жас болып бірінші сәлем берсең, сәлемнің артықшылығы жоқ. Бір сәлемде 10 сауап дейді ғой. Сондықтан қазіргі жастарымыздың көбісі сәлем бермейді. Осы бүгін бұл проблема болып кеткен сияқты. Иә, сол сәлемдесуді үйреніп алыңыздар, бірінші ән айтпай жатып десең де. Шынымен де. Ол да бір мәдениеттіліктің, өнердің адамдары, сахнаның адамдары үлгі болу керек.
егер де сен өзің амандасу білмесең, сен қандай өнеге қалдырасың артыңнан деген әңгімені біз қазір алдыңға буын соны біз айта жүруіміз керек. Мен ойлаймын, сіз болып, біз болып, барлығымыз сол өнерпаз жастарымызды тәрбиелесек, одан ары қарай оларды қабылдайды деп ойлаймын. Енді пайғамбарымыздың өзі айтты емес пе, саллаллаху алейхи вассалам, бір сәлемде 10 сауап бар деп. Сіз сауаптан құр қалып жатсыз да. Сол үшін сәлемнің бір жеріңіз кеміп қалмайды ғой. Әрине. Сәлематсыз ба, ассаламу алейкум дегеннен еш жеріңіз кеміп қалмайды. Ол сіз естімей қалуы мүмкін, үлкен буынды мүмкін енді жаңағы байқамай қалуы мүмкін. Ол сәлем бермесе, сіздің сәлеміңізді алмаса, періштелер сізге сәлем береді дейді. Түсініңіз ба? Үлкен дүние жатыр да бұл сәлемде. Содан кейін мынау қазіргі енді айта кетейінші. Айта ғой. Мен анда-санда автобуспен жүремін ғой мен. Қалада өзі анау. Бір жүргің келген студент кездер бір есіме алып, жаңағы автобустың ең соңында отырған кезде бұрылған кезде күшті да. Оны айтшы маған. Ұзын бүйтіп та. Сол көп байқаймын, жастар үлкен қария кісілер келген кезде орын бермейді. Неліктен деймін да мен, сол неліктен. Ертең сен де соның жасына жетесің ғой, сен де белің қақсап, аяғын қақсап, тұр соның жасына жетіп, саған біреу орын бермейді тұрса, қалай қарайсың деймін да. Өзім кей кезде ұрсып қоямын арасында. Тұрып орын берсейші деп тұрып орын берсейші деп айтамын. Айтамын, ол рас. Дұрыс. Сондықтан қазіргі жастар енді кішкене мәдениетті білсе, үлкендерді сыйлап өссе деймін да. Дұрыс. Бек, Тимур, екеуіңе де бір сұрақ, біріңнен соң бірің жауап бересіңдер. Өмірлеріңде болған қызықты жағдай, өміріңнен алынған анекдот дейміз. Менікі живой анекдот қой. Бір күні қай бір телеарнада ма сөйтіп жаңағы отырып алдында мен ауылға бір барған кезде, бір студент болып жүргенде, жаңағы нағашым үй жағында Төлбас апайымыз тұрады, қазақ тілінен береді. Сөйтіп келіп жатқан кезде бір қайғырып жатыр екен. Сөйтіп мына жерде қайтыс болған ба еді. Төлбас апайдың деді да. Бірақ сол көршісінің деп айтқан екен да маған. Мен Төлбас апайымыз қайтыс болды деп түсінемін ғой. Сөйтіп қай бір қанша жыл уақыт өтеді, сөйтіп келіп жаңа бір телевидениеда осындай жаңағы мектеп қабырғасындағы қызықты нәрселер, мысалы осындай нәрселерде мен Төлбас апайды айтып қаламын ғой. Қазақ тілінен беретін апайымыз бар еді, Төлбас деген. Марқұм иманды болсын. Сол кісінің оқытып, бүйтіп тұрып, шоқып тұрып оқытатын, бізді басымыздан ұрып тұрып, қазіргі ата-аналар жаңағы мұғалімнің ұрысса шағымданады. Біз ол кезде біз даже мұғалімнің ұрысқанын ата-анамызға бар айтуға қорқатынбыз дейтін да. Ұялатынбыз соны. Директордың алдына ата-анамыз барса біз ұялатынбыз. Барғызбауға, даже болса айтқызбауға өзіміз айтпайтынбыз. Неге қазір сондай деп, сондай тақырыпта Төлбас апайды айтып кеткен ғой, марқұм деп ше. Сөйтіп, осы былтыр 20 жылымыз болды. Деп жаңағы мектепке кіріп бардың? Жоқ, жаңағы неде ғой, ресторанға бірақ бардық, біз кеш бардық, біз Алматыдан жолда машинамен барған екен. Сөйтіп отырмыз, тойдың басталды, бүйтіп арқамнан төтетті, Бек, сен шақырып отыр. Кім сен? Төлбас апай дейді ме? Жүрегім су ете алмайды. Кеп қалды ма деді. Төлбас апайын естіп, кәдімгідей аяқ буынып істемей қалды. Ана жақтан келіп алып кетуге келіп тұрма деп па? Қазір сөйлей алмай қалдым. Бардым алды. Әй, шырағым, сен мен танып өтсің ба деп. Апай, айта беріңіз, құлағым сізде деп атам. Әй, саған рахмет. Күйеуіміз екеуміз отырып, телевизор көріп отқанбыз. Ей, қатын сені айтып отыр ма деп қояды.
менің оқушым ба деп мен қараймын. Жаңа Төлбәс марқұм деп атсың деді жаңа. Өзім түсінбеймін, бірақ сонда да мені ұмытпапсың. Мен ризамын саған өкпем жоқ. Қайда жүрсең де аман бол шырағым деп жаңағы айтып жатырды. Ха, иә деп. Тіпті мынау расында анекдот екен. Тимоха, сенде не қызық болды? Менде қызық сәттерім есімде жоқ екен, шынымды айтсам. Ей, бар ғой, айтсай десің. Негізі көп бұда. Актерға айтқысы келмеді. Актерсың ғой. Ойнатып жатыр десең. Жаңағы спектакль ойнайсыңдар дипломдық жұмыс кезінде, сондай кезде сөз ұмытып қалу, не болмаса сөз шатастырып жіберу деген сияқты қызықтар болған жоқ па? Жоқ, ондай болған жоқ менде. Сен тіпті өте ұқыпты бала болған екенсің. Ол жағынан жауапкершілігім мықты менің. Ал енді бек тағы да сен жүрген жүрісің бәрі анекдот сияқты, тағы қандай қызықтар бар гастрольдегі сапарларда? Ол енді бұрында деп бастасаң да. Ержанмен жүрген кезде ғой. Жаңа бір Жүрген кезде деген бір білесің. Ержанмен жүрген кезде. Ержанмен жүрген ғой. Қазір Тимурмен жүрген. Тимурмен жүрген. Біз қазір еще Азиямен жүрміз. Азиямен жүрміз еще. Не ғой? Олар көмегі бірақ десең. Соңғы жаңа турнелерде жүріп, концерттерде жүріп, жаңа Сарыағаш қаласына бардық. Жаңағы бір КВНщиктеріміз бар, көптеген әншілер. Енді соны біз выступать еттік дағаны. Жаңағы автобустың ішіне кіріп, үлкен автобуспен жүріп, бәріміз, Бейбіт Қорған бар, біз барымыз. Кіріп кеттік та, мен сразу киім ауыстырып, көзілдірігімді шешіп, жаңа күнделікті футболканы жаңа мен сыртқа шығып не отырсам, ей бауырым, Бақайды шақыршы суретке түсейін дейді ғой. Саған ба? Сөйтіп бүйтемін да, Ержан шақырып жатыр сені дейді. Кім дейді, суретке түскісі келеді. Шешпей ақ қой киімді дедім. Енді мен көбіне көзілдірікпен жүргеннен кейін көзілдіріксіз көбісі тани бермейді да. Сөйтіп сыртқа шықты да, ал енді суретке түсек топыр адам бір бөлегім отыр. Сонымен маған жаңа несін береді, фотоаппарат, сотқа деген жоқ ол кезде қайдағы. Фотоаппаратта бауырым түсіріп жіберші деп, қасындағы. Мен айтамын, айтпайсың. Іште ұйықтап жатыр дейді. Сондай адамның танымайды, сондай көп қызықтар негізі бар ғой. Айта берсең шыға береді бізге. Мектептегі бір лақабатың болады ғой, мысалы, мектептегі не деп мазақтайтын еді сені? Сен мектепте бір бұзықтау бала болған сияқтысың ғой негізі? Мен ба? Жоқ, средний десең. Бұзықта болған жоқ, өте тәрбиелі де болған жоқпын мен. Мектептен сабақтан көп қашатын ем. Не үшін? Білмеймін десең. Мектепте ән айттың ба? Мен мектепте айтқан жоқ, мен тойда айттым. Мектепте оқып жүріп, мен тойға шығатын клавиште. Қай жерде тойда болам, сояққа келеді ғой, тегін тамақ жеуге десең. Тегін тамақ жеуге десе. Классастарымның атынан «Хәбеу» деп айтатын. Әнді ма? Неше жасыңнан бастап шықтың тойға сонда? Мен 7-ші сыныптан бастап тойға шықтым. Сол кезде жұлдыз ауруымен ауырып қалған екенсің ғой уже? Өтіп кеткен ғой сол уақытта. Өмірде болған розыгрыш сендерді алдады ма? Сендер біреуді алдадыңдар ма? Қызық оқиға бар ма? Розыгрышқа түсіп қалған кезің болды ма? Жақындаған алдады ғой мен. Қалай? Қалай? Жаңа бір сериалға түсетін болып барып, бірақ түстік енді. Азынан кешке дейін түнгі 3 болып кетті. Сонымен жаңа Арман бауырымыз жаңағы мен жұмысшы болып ойнаймын да жаңа жерде бастықпын. Деп жүретін ше. Екеуі шоқысып қалады да, соның арасына қойсаңдар жігіттер, болмайды ғой оларың деп жатқан кезде бірден маған шабуыл жасап кетеді да анау. Ей деп ше, өзім шошып кетемін деп ей деп ше. Сен ойласып қойған ғой бәрі. Сен ойласып қойған екен да. Ең соңғы кадр болды ғой. Ең соңғы, иә. Контрольный деп алдады ғой десең. Актерлық шеберлігіңде жақсы негізінде. Менің ба? Актер болар едің,
мынандай бір анда наркобарондарды ойнайтындай болар едің да сен. қайда Сондай роль берсе не істейсің, аласың ба? жоқ мен енді штучный әйтеуір бір бәлеге түсіп жатыр қайтер бірақ актер міне ғой таза маманы осы түссін. Енді өзіңе ұнамайтын бір әдетің бар ма? Осы бір не бір жаман әдет бар дейтін дейді. Өзіме ұнамайтын бір еріншектігім ұнамайды өзіме. Кішкене сондайым бар. Бірақ анандайда бір бастап кетсем тоқтай алмаймын да. Соны до конца бітіргенше. Бірақ сол бастағанға дейін бір сақталады кей кезде сондай. Сенде ше, Тимур? Менің қырсықтығым бар. Неге? Жаман қырсықтығым. Біреуге ренжісем, соған өмір бақи ренжіп жүремін. Қырсықтық әдетім бар. Сол қырсықтық әдетім ұнамайды өзіме. Сен Бақаймен деп сен Бекпенен күнде бірге жүрсең, Бектен үйренуің керек қой сен. Мен қазір уже сабырлы болып келе жатырмын. Негізі одан алдын Бақайға кірместен бұрын өте сабырсыз, қырсық мінезім, ашуланшақ. Студияға келгелі, бізде жаңа үлкен ағаларымыз да сол жерде істейді, Руслан аға кісі, бәрі намазхан кісілер, өте сабырлы кісілер. Солардың ортасына келіп, менде кішкене қазір сабырлық. Келіншегің бар ғой? Қайттым ғой, қатыным жайлы болған екен деп. 5 балам бар. 5 балаң бар ма? Сен өлің сахнадан тыс кеткенде жай жатпапсың ғой? Сол жұмыс етіп қой дейді. Дұрыс. Қазақтар көбейтейік деп. Дұрыс. Сен сияқты талантты, жүрегі ақ, санасы ойы терең, тілі өткір жігіттің тұқымын көбейту. Келінге үлкен сәлем, тағы да 5 бала тусын, Құдайға шүкір, асырайтын бар Бекең. Тимур, сен де қалай? Мен бойдақпын әзірге. Өміріңде ұрлық жасадың ба? Жасадым. Қандай ұрлық? Тауық ұрлағам. Тауық зорлағам деген сияқты болады. Тауықты ұрлап, неге қарның ашып жүр ме? Өз ауылда сондай еді ғой өз десең, тауық ұрлап сату дейсің. Баламыз ғой. Одан кейін ұрлаған жоқ бұл кезде. Ұр емес бұл десең, өз-өзің ақтап. Ал, жігіттер, сендерге көп рахмет. Мен көңілім толды, қуанып отырмын. Сендерді жақын таныдым. Расында да бірінші денсаулық, көңілігінің тоқтығы, әрі қарай бүкіл дүниені өздерің жасап аласыңдар. Мен оған сенімдімін. Бізде қонақта болған Бақай тобы.